Петропавлда есігін ашқан инклюзивті білім берудің ресурстық орталығы Дара қорының бастамасымен жүзеге асты. Кедергісіз мектеп жобасы аясында іске қосылған кабинет 40-шы орта мектептің ғимаратында орналасқан. Орталыққа бүгінде 15 бүлдіршін жазылып үлгерген. Олармен 23 маман жұмыс істейтін болады. Орталықтар мектептерде көптеп ашылса, балаларды қоғамға бейімдеу оңайға түседі. Білім басқармасымен бірлесіп жоспар құрсақ, болашақта әр мектепте осындай орталықтар ашылуы мүмкін. Инклюзивті білім беру кабинетін есігін ашқан алғаш келушілердің қатарында Николай Лебедев те бар. 15 жастағы Николай ерекше үлгідегі бала болып табылады. Орталықта ол түрлі үйірмелер мен мектеп пәндерін оқиды. Я могу познакомиться с новыми людьми. Мен бұл жерде жаңа достар табам. Бұл жер өте жайлы, менің көңілімнен шықты. Бұл жерде мен жақсы білім алам. Қалада есігі 2 жыл бұрын ашылған психологиялық педагогикалық кабинетте жұмыс істейді. Тыңнысан Жамбыл көшесі 71А мекен жайында орналасқан. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында орталық бүлдіршіндерін облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет құттықтады. Инициативы наших предпринимателей, скажем. Біздің кәсіпкерлер облыс пен қала әкімдігімен бірлесіп өз нәтижелерін көрсетіп жатыр. Бұл жұмыстар өте қымбатқа шықпайды. Бізде қайырымдылық шаралары да өтіп тұрады. Кабинетке келушілердің қатарында кішкентай Салауат та бар. Әкесі Өмірбек Қайырдың сөзінше, баласының бойында бірқатар оңалушылықтар байқалады. Үстер аяқты көріледі. Көзге көрмейтін, көздер үйде көретін болдық енді. Баламыз көбірек сөйлей бастады. Ақырын-ақырын ашылып жатыр осы орталықта. Шаһарда ашылған орталық 7 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды. Ал күніне 40 бүлдіршін еркін білім ала алады. Облыста жалпы ерекше қажеттіліктері балалардың саны 4 мыңнан асады. Марлен Файзоллаұлы, Гүлімжан Қайырбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.